Қайырлы күн, құрметті әріптестер, қал жағдайларыңыз қалай? Мен қазір сіздермен өзім тәжірибелі ұстаздардан үйренген, көріп үйреніп алған сергіту сәтімен бөліспекшімін. Дәл осы сергіту сәтін мен өз ағылшын тілі пәнімде қалай қолдандым? Ол былай болады. Ең алдымен сіз оқушыларға жаңа сөздерді таныстырасыз. Содан соң мәтінмен жұмыс жасап болған соң, сол күні танысқан жаңа сөздеріңізді осылай оқушыларды топқа бөлу арқылы қағазға жаздыртасыз. Алғашында оқушыларға қиын болады. Тіпті ол жоғары сынып оқушысы болса да, кішкене енді бірінші жасап тұрған соң кішкене болады, қиындық туғызады. Одан соң қызық болып, қолдары жаттыққан соң олар бірнеше сөзді дереу жазып тастайды. Осы сергіту сәтін сізде сабағыңызда қолданып көрсеңіз болады. Көп уақыт алмайды оқушыларға.